Сәлем достар, бұл Қарапайым Мастер каналы. Бүгінгі видеода жасайтын затымыз кішігірім вентилятор. Сондықтан каналға жазылып, лайк басып кетіңіздер. Ең алдымен бізге керек болатын зат зарядқа арналған шнур. Бірақ біз оны кесуімізге тура келеді. Бізге тоқты жақсылап ашып алуымыз керек. Бізге мотор керек болады осындай, яғни вентиляторымызға қозғалып тұратын. Бұны радиотехникаға арналған дүкендерден ала аласыздар. Біз тоқты жақсылап ашып аламыз, яғни артық резеңкесін кесіп тастаймыз. Сосын бізге қаттырақ сым керек болады. Майысып кез келген күйге майыстырсаң, сол күйі майысып тұратын сым керек. Біз сымды да ашып алуымыз керек. Сосын біз осы үш затымызды біріктіреміз: сымды, моторды және мына тоғымызды. Жаңағы мотордың басына өзіне киілетін болт болады. Бұл да моторды сатып алған кезде бірге келеді. Техникаға арналған дүкендерден сұрайсыздар. Сосын бізге изолент немесе скотч керек. Мына бұранданың басын кеңейтіп алуға. Тағы да көп адам біле бермейтін зат бұл резеңке. Осындай арнайы тоқтарға арналған, яғни отпен жылытсаң кішірейіп, өз қалпын кішірейтеді. Бұл тоқтарға жамауға керек болатын зат. Бұны да сондай техника дүкендерден ала аласыздар. Өзіміздің моторымызды әдемі көріну үшін киілетін өлшемдегі жаңа резеңкемен ораймыз. Сосын бізге дәл сондай резеңкенің ұзындауы керек, яғни тоғымызды басынан соңына дейін біріктіріп тұру үшін оған ішінен тоқ өтеді және жаңа сым өтеді. Сосын біз жаңағы мотормен екінші тоғымызды біріктіреміз. Оны да қауіпсіздік үшін жаңағы резеңкемен бекітіп қоямыз. Сосын біріккен жерлерін ыстық желіммен желімдеп, жаңағы резеңкені қыздырып, көзінің өлшемін кішірейтіп шығамыз. Екінші резеңкені оны үстінен жіберіп, әдемі көріну үшін оны да жақсылап кигізіп, өлшемін кішірейтеміз оттық арқылы. Бізге дәл осылай екі бетін де істеуіміз керек. Тағы да айта кететін жайт, бұл резеңкені қатты отпен бір жерде ұстап тұруымызға болмайды, себебі өртеніп кетуі мүмкін. Жай жақындатсақ, жылудың өзіне бұл резеңке кішірейіп қалады. Міне қалаған қалыпта майыстырсаң, өз қалпын ұстайды. Енді бізге кез келген бөтелке керек болады. Оны кішкентай бөлігін ғана кесіп аламыз. Сосын бізге вентилятор, яғни желдеткіштің қанаттарын жасау керек.
Видеода көріну үшін мен оны фломастермен бояп қойдым. Және дәл видеодағыдай пішінде кесіп аламыз. Сосын оттықпен кішкене қыздырып, екі бетке қарай майыстырамыз. Ол айналған кезде бізге жел беру керек. Сосын екеуін жаңағы бұрандаға жақсылап суперклеймен желімдеп моторымызға орнатамыз. Ал кеттік, тексерейік. Тағы айта кетейін, бұл заттың қандай пайдасы бар. Бұл жалғанатын беті тоққа жалғасаңыздар да болады, немесе ноутбукқа, мысалы жұмыс істеп отырып, ноутбукқа жалғап, өздеріңізге кез келген ыңғайлы бағытқа қаратып қойып, желдеткішті қолдансаңыздар болады. Бұл өздеріңізге ыңғайлы, оңай жасалады деп ойлаймын. Өзім жасауыма да көп уақыт кетпеді. Және алда осындай сияқты видеолар өте көп болады. Сол үшін достарыңызға таратыңыздар, каналға жазылып, лайк басып кетіңіздер. Түсінбеген сұрақтарыңыз болса, комментарий жазыңыздар. Келесі көріскенше сау болыңыздар.